Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ерекше бір салат түрін көрсететін болам. Менімен бірге болыңыздар. Салатым үшін маған осындай филе керек. Филені жіңішкелеп турап аламын. Осылай тауықтың төсегін турадым. Енді осыны маринадтап аламын. Үстіне сұйық май құямын. Шамалы тұз салам. Кез келген приправа салсаңыздар болады. Осыны қуырып аламыз әдемілеп. Қиярларымызды теркіден өткізіп аламыз. Теркіден өткізіп алған осы қиярларымызды тәлеукеге әдемілеп орналастырамыз. Бетіне майонез жіберем. Осының үстіне жаңа қуырып алған филені салып жатырмын. Осының үстіне де майонез жібереміз. Менің пісірген филем сәл қызарып тұру үшін мен паприка қостым. Сіздер соевый соус қоссаңыздар болады, шамалы. Немесе паприка қоссаңыздар болады. Енді осы майонезіміздің үстіне морков салат қосамыз. Дайын морков салат. Корейский, морковча. Бұйырса, келесі апта менің YouTube каналымда осы корейский салаттардан мастер-класс өтеді. Қалып қоймаңыздар, каналыма тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Осының үстіне де майонез жібереміз. Салатым дайын болып қалды. Ең жоғарысына картофель фай салам. Картофель файдың қалай осылай қышырлап пісірілетін жолы YouTube каналымда бар. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Әдемі болып қышырлап сап-сары болып пісті. Менің өте дәмді дастарханда дым қалмай желініп қалатын салатым дайын болды. Ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.